Печенье улитки, улитка печеньясы. Олар сондай жұмсақ, қараңыздар. Песочное печенье, үгітілмелі қамырдан жасалынатын өте дәмді. Бізге керек өнімдер 200 грамм май, немесе маргарин алсаңыздар болады. Ол өте жұмсақ, бөлме температурасында болу керек. 200 грамм қант. Енді жақсылап араластырамыз. 400 грамм ұн аламыз, оған 1 шай қасық ванилин саламыз. Ванилин немесе ванильный сахар салсаңыз болады. Одан кейін 1 шай қасық ас содасы. Ұнға салып, жақсылап құрғақ өнімдерді араластырамыз. Езіп алған май мен қантқа 2 дана жұмыртқаны саламыз да, жақсылап араластырамыз. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп қамыр илейміз. Алдымен шаңышқымен араластырып аламыз. Міне қамырды жақсылап араластырып алдық. Ол жұмсақ болып шығады және қолға жабыспайды. Енді бұны тең ортасынан бөлеміз. Мына қамырды ақшыл түсті бөлек қоямыз. 3 ас қасық какаоны қосып, жақсылап қоңыр түсті қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алдық. Бізде ақшыл түсті, ақ түсті, ол жұмсақ болып тұр. Одан кейін шоколадты түсті қамыр. Салафанға саламыз да тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырды жарты сағат тоңазытқыш тастадым. Енді арнайы осындай пергамент немесе тефлоновый қағаз алып, қамырды соның үстінен төртбұрышты қылып жаямыз. 2 қамырды оқтаумен жайып алдық. Ол өте жұқа болып шықты. Міне 1 сантиметрға жетпейді. Енді екеуін бір-біріне жабыстырып ораймыз. Одан кейін мына қамырдан рулет ораймыз. Жанынан орайық. Енді біздің қамыр өте жұмсақ болып тұр. Қолға жабысып тұр кішкене. Осыны уақытыңыз болса жарты сағатқа қойыңыз, болмаса 15-20 минутқа қойсаңыз болады. Осы қағазбен мен тоңазытқышқа салып тастадым. Жарты сағат. Ол бізде кішкене қатты, өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Енді ыңғайлы жұмыс істеу үшін дәл ортасынан кесіп аламын. Пышағыңыз міндетті түрде өткір болу керек. Одан кейін бірдей формаларға кесіп шығамын. Домалақ формаға кесіп шығамыз және қолыңызбен дөңгелетіп формасын келтірсеңіз болады. Міндетті түрде лист алып, бетіне пергамент қағаз қойып, тізіп шығамыз. Арасын алшақтап тізіп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минутқа салып пісіреміз. Міне біздің печеньелар дайын болды. Олар сондай жұмсақ, қараңыздар. Песочное печенье, үгітілмелі қамырдан жасалынатын өте дәмді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.